Саламатсыздар ма? Бүгін оқушының мұғалім жіберген тапсырмаларды ақпаратты қабылдауы, көруі және кері байланыс беруін тапсырманы орындап қайта мұғалімге жіберуін қарастыратын боламыз. Мұнда бірінші мектеп деген парақшаның ішінде бізге менің сыныбым дегенге басамыз. Осы жерде файлдар деген бар. Файлдар таңдаймыз. Мұнда бумалар тұр, яғни пән аттарымен мұнда әдебиеттік оқу, математика дейді. Осы жерде пәндер тұратын болады, қазақ тілі деген сияқты. Осы жерден қажетті пәнді таңдайды. Мысалға әдебиеттік оқу деп алайық. Мұнда ішінде сол пәнге байланысты документтер болады, ақпараттар. Қажетті ақпаратты таңдап үстіне шертеміз. Мұнда сол ақпарат жайлы қандай бумадан алынғаны, сипаттамасы, қай уақытта жүктелгені және қандай мұғалім осы тапсырманы бергені жазылып тұрады мұнда. Және мұнда жүктеу деген батырманы бассақ, бізге ақпаратымыз жүктеледі екен. Қарап көрейік. Ақпаратты осылай жүктеп, қарап көруімізге болады. Енді кері байланысты қалай береміз? Оқушы ақпаратты тапсырманы алғаннан кейін мұғалімге орындап кері байланыс беру керек. Ол үшін біз қайтадан файлдар дегенге барамыз. Міне файлдарда файлдарды жүктеу деген бар. Осы файлдарды жүктеу деген батырманы басып, мұнда 1-ден 3 файлға дейін жүктеуге болады екен. Көрейік. Бірінші файлды таңдаймыз. Мұнда компьютеріңізден таңдауға болады. Мысалға бір ақпаратты салайын қазір. Міне, мұнда түсті біздің документіміз. Енді мұнда пәнді таңдаймыз. Қай пәнге қажет? Ол әдебиет па, математика ма, немесе басқа пән ба? Таңдаймыз. Сосын жүктеу десек, біздің ақпаратымыз сол жерде жүктеледі. Мұнда сипаттамасын беруге болады. Мысалы, тапсырма толық орындалды. Бәрі түсінікті жазайық. Деген сияқты өзіміз сипаттама бересіздер. Сақтау дейік. Енді файл жүктелді. Енді қайтадан файлдар дегенге бассақ, міне біздің жаңағы әдебиеттік оқыту деген бумаға біз жүктедік. Енді осында міне тұр екен біздің салған ақпаратымыз, мұғалімге берген кері байланыс. Осында пайда болады. Яғни мұғалім оны көреді, сосын бағалауы, тағы да кері байланыс беруі мүмкін. Осы тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.